Баршаға ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз Түркістан облысы Қазығұрт ауданы және де Қақпақ елді мекенінің тамаша таулы тасты табиғаттарын тамашалауға келген болатынбыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Және де сіздерге айта кететін кішкене жаңалық, біздің қызықты дүниелер Telegram арнасында осы Қақпақ ауылының тамаша табиғатының суреттерін сол каналға салған болатынбыз. Біз описание бөлімінде Telegram арнамыздың ссылкасын тастап кетеміз. Видеоны соңына дейін тамашалап баға беріңіздер және де өз достарыңызбен таратыңыздар. Сіздердің біздің қолдауларыңыз видеоны кеңінен жайылуына себепші болғандарыңыз. Осы видеоны соңына дейін тамашалап, өз пікірлеріңізді комментарияда міндетті түрде қалдырыңыздар. Біз сіздердің комментарияларыңызды міндетті түрде оқып, оған жауап қайтаратын боламыз. Келесіде бұдан да қызықты видеоларды күтіңіздер. Сіздермен болған қызықты дүниелер арнасы. Ал ендеше кеттік. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Осындай қазақтың даласында отырып, былай бір табиғатта от души демалғанға не жетсін. Достар, мен қазір ана тұрған биіктікке шығамын. Видеоны көруде жалғастырыңыздар. Алыстап кетпеңіздер арнадан. Мінекей, мен жоғарыға шығып жатырмын. Жолдар өте қиын. Мынандай тастар бар. Басқан кезде аяқ тайғанап кетеді. Өте қауіпті. Абай болып шыққан дұрыс. Осындай бір керемет тастар бар екен мына жерде. Жоғарыға шығып көрейік. По-моему, осы жоғары жақтарда бүркіттің ұялары болуы мүмкін. Мінекей жақындап қалдық. Жоғарыға қарап. Біздің отырған жер. Міне, біз осы жерде отырдық. Бір қызығы
Мына табиғатты қараңыздар. Мына жақта жел онша қатты соғып жатқан жоқ. Өте керемет. Алдын бір барғанымызда мына су жоқ еді. Что-то пайда болып қалыпты. Ну ладно, мына жер өте мына тау тасты, қыратты жерлер. Қараңыздар, қазақтың даласы қаншалықты әсем табиғат жерлерге өте бай, соншалықты көркем табиғаты бар. Осындай жерлеріміз құры жатқаны өкінішті. Бірақ алдағы уақытта осындай жерге туристерді әкеп, қызықтырып, осындай жерде саяхат істетіп, туризмді дамытсақ, елімізге үлкен пайда келеді. Видеоны көруде жалғастырыңыздар, арнадан алыстап кетпеңіздер. Мінекей қараңыздар. Мынау тастарды қараңыздар, не деген әдемі. Анау сыртын тура бояп қойған сияқты. Өте керемет. Қазақтың жері осындай табиғаттарға бай. Осы жерлеріміздің қадіріне жетейік. Осы жерлер өте зор, керемет жерлер екен. Қараңыздар, не деген табиғат, не деген әсем табиғат. Аллаға шүкір, осындай кең байтақ жерлеріміз бар. Көктемде түсірсек, бұл бұдан да әдемі болады. Мына жерлер бәрі көк-көмбек, жап-жасыл деп ойлаңыздар. Не деген керемет табиғаты. Қараңыздар, неше ғасыр өтіп өткен өте керемет жерде жүрміз біз. Қанша ғасырлар өткен, бұл тастар үгітіліп осы дәрежеге жеткен. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, өте жұмбақ жерде. Бұл арасында не бар, төбеге шыға берсе қандай бір керемет жерлер бар. Сол нәрсеге өте қызығушылығымыз артып тұр енді. Соған бір шығып көріп, сіздерге осы видеоны көрсету мақсатында осы жерлерге келдік. Мінекей, мына қара тастың жанында тұрмын. Өте әдемі. Қараңыздар, түсін қап-қара. Тура краскілеп қойған сияқты ғой. Мына адамдар қолдан моделировать қылып жасаған болса, соған ұқсайды, бірақ бұл енді таза табиғи. Ана табиғат. Мінекей, мен қара тастың үстіне шықтым. Міне, дәл үстінде тұрмын. Қараңыздар, бұл жерге шығудың өзі де оңай емес екен. Ана жақтардан шығып келдім. Мына жақта тастар, майда-шүйде тастар бар. Соны бассаңыз, аяғыңыз тайғанап, құлап түсуге жақын боласыз. Бірақ өте мұқият, абайлап шығу керек. Бұл жердің табиғатының әсемділігі адамға сондай бір энергия береді екен, сондай бір күш береді екен. Сіз осы табиғаттың қызығын көрем деп, қанша күшіңіз кетсе де, оны сезбеген жағдайда жоғары қарап шыға береді екенсіз. Мінекей, мен мынау үңгірдің ішіне кеп тұрмын. Бұл жердің ішінде мына айтқандай ештеңе жоқ негізі, бірақ өте қызық. Ішінде не бар, не жоқ. Соған қызығып шыққанмын. Мінекей, мынау қына дейма, бүк дейма, сондай нәрселер мына жерге шығып кеткен. Жоғарыға шығып жатырмын. Шаршап қалдық сәл. Азғантай қалды. Жоғарыға шығамыз, Құдай қаласа. Сосын жоғарыны түсіремін. Арнадан алыстамаңыздар. Мінекей. Ана тұрған жеріміз өте кішкентай болып қалды.
деген сұлу әсем табиғат. Ананың үстіне шығамыз, құдай қаласа. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Қараңыздар. Өтті әдемі табиғат. Ана табиғат. Біз мінекей сонау ана жерден осы жоғарыға жетіндеп қалдық. Ең биік нүктеге шықтым. Қаншама еңбек, қаншама күш кетті, бірақ біз Құдайға шүкір көздеген мақсатымызға жеттік. Мінекей көрермендер, біз ең биік нүктеге шықтық. Ауа райы өте тамаша болып тұр, бірақ ең биік нүктеге шықтық дегенмен бұдан да биік нүктелер бар екен. Мысалы, мына жер. Бұл жерге де шығу керек негізі, бірақ біз осы кішкене жердің өзіне шыққанның өзіне шаршап қалдық. Біраз күш қуатымыз кетті. Мына ауылдан төменнен жоғарыға қарасаңыздар, бұл жер жап жақын сияқты түйіледі, бірақ адам өзі бұлай шығып көрсе, өз еңбегімен шығатын болса, өте үлкен күшті талап етеді екен. Міне осы Қақпақ ауылы, Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қақпақ ауылы. Бұл ауылда тұратындарға өте керемет. Неге десеңіздер, көктем күні бұл жердің табиғаты мына сары болып жатқан жердің бәрі жасыл түсті болады. Және осындай өте үлкен, әдемі үлкен зәулім таулардың аясында сондай бір үйде шай ішіп, табиғатты тамашалап отырсаңыз, өте керемет әсер береді. Қазақтың даласы өте кең байтақ жеріміз әрқашан аман болсын, халқымыз аман болсын. Кең байтақ жерімізден ешқашан айырылмайық. Құдай өзі бізді, тәуелсіздігімізді мәңгілік етсін. Жасасын қазақ елі, жасасын Қазақстан. Жоғарыдан төменге түсуде өте қиын, машақат екен. Анша күш талап етеді. Төменге қарап түсу өте тайғанақ мына жолдар. Төменге қарап түскен кезде де өте мұқият түспейтін болсаңыздар, құлап түсу қаупі бар.
Баршаға ассалаумағалейкум. Бүгін 23 қыркүйек 2024 жыл. Біз Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қақпақ ауылындамыз. Біз қазір Қақпақ ауылында орналасқан табиғат қойнауындамыз. Және де сіздерге айта кететініміз, осы жерге келіңіздер, уақыттарыңыз болса, келіп демалып, көңіл көтеріп кетсеңіздер, өте керемет тамаша жер. Бұл жерді негізі мен өзі ойлаймын, көпшілік адамдар білмейді деп, бірақ сіздерге осы жерді көрсеткіміз келеді. Бұл жердің локациясы Қазығұрт ауданы, Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қақпақ ауылы. Яғни мына жақта Өзбекстанмен шекара бар. Яғни дәл осы таулардың арғы беті Өзбекстанмен шекара жақ. Яғни Өзбекстанның Ташкент облысының Бостандық ауданы Ғазалкенттен шығасыздар. Ал мына жақ болса өзіңіздің Шымкент трасса тас жолымен келе аласыздар. Яғни Шымкент Сарыағаш тас жол арқылы ортадан Тұрбаттан өткеннен кейінгі ауылмен кіріп кетіп осы жерге келе аласыздар. Сіздерге бұл жердің сілтемесін, локациясын сілтемеде де қалдырып кетеміз YouTube-тың астында. Біздің заманымыздағы 16-17 ғасырларда, яғни 15 ғасырда Кристофер Колумб мысалы Американы ашқан болса, 16-17 ғасырларда ол жерде ағылшындар отарлады. Сөйтіп, сол жердің өзінің жергілікті майя деген халқы болды. Ол халықты бұлар жаулап алды. Яғни қалай жаулап алды? Соғысып емес, бұл жерде бір қырып жойып жеп жаулап алған жоқ. Қыруда жойуда болды, әрине, бірақ бұлар негізгі күші ағылшындар олардың жейдің азықтарынан, яғни бизонмен олар қоректенетін болса, соларды тартып алды. Сол уақыттың өзінде 17 ғасырларда майя тектес халықтар 100 немесе 150 миллион болған. Ал қазірде олардан бар жоғы 1-2 миллион қалды. Қазіргі Америка Құрама Штаттар деген мемлекет бар ол жерде. Сол Америка Құрама Штаттарда сол жерде 1 миллион майялар бар. Яғни олар азғандай қалды, 150 миллионнан 1-2 миллион. Ал біздің қазақ қазіргі уақытта әлем бойынша 20 немесе 25 миллион. Ал біздің осындай керемет табиғаты, тамаша, осындай кең таулары, жайлаулары, түрлі әдемі табиғат. Бүкіл әлемінде қандай керемет сұлулар бар, сол бүкіл сұлулықтың бәрі Қазақстанда жиналған. Ал сол жерді қорғау біздің міндетіміз. Мен сіздерді неге шақырғым келеді? Бірлікке, ынтымаққа шақырғым келеді. Жанашырлыққа шақырғым келеді. Әуелі адам болуға шақырғым келеді. Рушылдыққа, діншілдікке, және де нәсілшілдікке, тағы да басқа нәрселерге бөлінбек. Және де ешкімге алданбай, өзіміз саяси сауатты мықты халық болайық әрине. Айтқым келген осы. Бүгін 2024 жылдың 23 қыркүйегі сағат 17-тен 25 кетті. Достар, келіңіздер, көріңіздер, осы жерлерге келіп демалып кетсеңіздер, өте табиғаты сұлу Қақпақ ауылы. Бұл жер Түркістан облысы Қақпақ ауылы. Дәл осы жердің локациясын біз описанияға тастап кетеміз. Сол описанияға кіріп, сол описанияға тастаған координатты көшіріп аласыз, және Google картаға кіріп ставить deyip басасыз. Сосын дәл сол локация шыға келеді. Мінекей, не деген үлкен таулардың ортасы. Дәл осы жерлерге біз азағына барып, демалып, көңіл миды жазып қайттық.
келіңіздер, саяхаттаңыздар. Неге десеңіздер, бұндай неге шықсаңыздар, осындай кеңдікке шықсаңыздар, адамдардың милары жазылады. Потому что сіздер қаланың ішінде азаннан кешке шейін сол өмірден, зона комфорттан шықпаған адам өте қатты стресс ауруларға жолығуы мүмкін. Сол үшін осындай кеңдікке шығып, табиғатқа саяхаттап, сондай зор жерлерді көріп, тамашалағанға не жетсін. Сау сәлемет болыңыздар. Бұл қызықты дүниелер арнасы. Осындай қызықты дүниелерді жоғалтып болмау үшін каналға міндетті түрде тіркеліп болыңыздар. Сіздерге айттық қой, Қақпақ ауылы, яғни Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қақпақ ауылы деп. Мына осы жердегі таулар бар ғой. Дәл осы жерден басталады. Бұл таулар неге дейін апарады. Дәл осы кетеді. Осы Қақпақ ауылынан ары қарай Қырыққазға барады. Тұрбаттан Қырыққазға өтеді. Сосын ары қарай неге Сайрам өгем. Одан кейін Сайрам өгем бер жағы бір бөліп. Сайрам өгемнен ары қарай Қасқасу. Одан апарып Қырғызстанның Талас деген тауларына дейін барады. Және де ол таулар жалғасып, біз өзіміздің Алматыға барады. Алматыдан ары қарай Тянь-Шань тауларына дейін жалғасады. Қандай керемет, Құдайдың табиғаты. Осы жерден жалғасқан тау Тянь-Шаньнан бірақ аяқталады. Ауылдың жастары осы жерде суретке түсіп, тамаша табиғаттан әсер алып жатыр. Сіздер де келіңіздер, тамаша табиғаттың сұлулығынан құр қалмаңыздар.